Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері, сіздермен бірге Жастардың үш бастауыш мектебінің қазақ тілі пәні мұғалімі Рахымбаева Әсел Аманбекқызы. Бүгін қазақ тілі сабағында цифрлық құралдарды қолдану туралы айтатын боламын. Біздің сабақ жоспарымыздан бастап кері байланысқа дейін қандай цифрлық құралдарды қолдансақ болады, қандай жасанды интеллекті платформаны қолдансақ болады, жалпы сол жайлы толық түсіндіріп өтемін. Барлық мұғалім сабаққа кірмес бұрын, сабақты бастамас бұрын сабақ жоспарын құрастырып алады. Сабақ жоспарын құрастыруға көп уақыттарыңызды жұмсамай, 1-2 минуттың ішінде сабақ жоспарын жасауға болады. Сабақ жоспарын жасауға көмектесетін жасанды интеллекттің аты Copilot. Copilot сайтына кіру үшін кез келген браузердің іздеу жолына Copilot деп жазасыздар. Екінші тұрған сайтқа кіресіздер. Осы жерде өздеріңіздің сұраныстарыңызды жазасыздар. Яғни сыныптарыңызды, сабақ мақсатыны, сабақтың ұзақтығын жазып жібересіздер. Біздің сұранысыңызға байланысты мінекей сабақ жоспарын секундтың ішінде дайындап берді. Енді осыны қымыжыға сай кестеге қойып, сабақ жоспарына жасасаңыздар болады. Келесі топқа бөлуге арналған платформа Stopwatch сайты. Stopwatch сайтына кіру үшін браузерге Stopwatch деп жазып, бірінші тұрған сайтқа кіресіздер. Сайтқа кіргеннен кейін келесі бет ашылады. Осының ішінен Group Generators деген таңдайсыздар. Яғни топқа бөлу. Осы жерде астына қарай түсіп, өздеріңізге ұнаған шаблонды таңдап аласыздар. Мысалы, балықшы шаблонын таңдайық. Яғни бізде таңдаған шаблонымыз ашылды. Осы жерде баптаулар батырмасын басасыздар. Бізде мына жерде оқушылардың дайын аттары тұр. Соның барлығын өшіріп шығасыздар. Өшіріп шыққаннан кейін алдын ала оқушыларыңыздың аты жөнін бортқа жазып дайындап алғандарыңыз дұрыс. Дайын борттағы оқушыларыңыздың аты жөндерін копировать етіп алып, сайтқа кіріп, сайт ете саласыздар. Келесі, мына жерде бізде топтар саны 11 адам, мен 2 топ деп жазайын. Make new groups басамыз. Осы жерде бізде топта оқушылар шығарып береді. Бірінші топта Сабина, Санжар, Айдана, Айжамал, Марат, Қаныбек. Енді екінші топ Next батырмасын басамыз. Екінші топтағы оқушылар Тамал, Асылжан, Мұрат, Серік, Диана. Топқа бөлу үшін осы сайтты пайдалансаңыздар болады. Келесі бізде серіктеу сайтына арналған жасанды интеллект. Суно сайты. Суно сайтына кіру үшін браузерге Suno деп жазып, бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Бұл жерде Suno сайтының басты артықшылығы біз берген тақырып бойынша, не болмаса біз берген мәтін бойынша өзі өлең құрастырып, әуенін өзі қойып, өлеңді өзі шырқап береді. Яғни бұл балаларға өте қызықты болады. Біз ChatGPT жасанды интеллекті арқылы 4-ші сыныптағы оқушыларға арналған осындай өлең шығардық. Яғни 4-ші сынып туралы оқушылардың жеке-жеке өзіне тоқталып өттік. Осы дайын мәтінімізді копировать етіп аламыз. Оны Suno сайтымызға қоямыз. Осы жерде өлеңнің стилін таңдағаннан кейін Grade батырмасын басамыз. Яғни, біздің сынып нағыз баладай деген өлеңіміз дайын болды. Біздің сыныптан нағыз балдай, білімге толы шуақты таңдай. Таныс бол, оқушымен бәріміз бастадық, кеттік бірге келінес. Айдана, өнерлі қызымыз ән айтып, бебелер жұлдызымыз. Бар сөзі жұмсақ, күлкісі нұр, жақсы көреміз бәріміз бір. Ақмарал, жайдары ақылды, көңілі таза, оның мейірімді сурет салып. Яғни біз берген мәтін бойынша өлеңді өзі айтып,
айтушым да өз таңдап, өлеңнің стилін де өз таңдап береді. Осылай қызықты етіп, серікту сәтін ұйымдастырсаңыздар болады. Келесі бізде тест тапсырмаларын не болмаса тапсырмаларды қызықты етіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін Educaplay сайтын қолдансаңыздар болады. Educaplay сайтына кіру үшін браузерге Educaplay деп жазып, бірінші шыққан сайтқа өтесіздер. Бірінші шыққан сайтты басқаннан кейін осы бет ашылады. New Game деген батырманы басамыз. New Game деген батырман басқаннан кейін келесідегідей шаблондарды өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады. Яғни бұл жерде тапсырмаларды әртүрлі форматта, квиз форматында, ребус форматында берсеңіздер, тест форматында берсеңіздер болады. Біз мына бақаны таңдап алайық. Яғни бұл жерде тапсырманы енгіземіз. Бірінші тапсырма деп жазайын. Бірінші тапсырма деп жазғаннан кейін, енді келесі біз сұрақтарды енгіземіз. Келесі біз сұрағымызда оның нұсқаларын енгізіп болғаннан кейін дұрыс жауабын таңдаймыз. Қазақ алфавитінде 42 әріп бар. Яғни В нұсқасы дұрыс. X батырмасының үстіне 2 рет бассақ, дұрыс нұсқасы таңдалады. Келесі сұрақты енгізу үшін add question дегенді басасыздар. Осы жерге тағы да жаңағыдай форматта сұрақ жазамыз. Құрастырып болғаннан кейін тапсырманың дұрыс не бұрыстығын алдын ала көрсек болады. Ойынымыз дайын болғаннан кейін начать түймесін басамыз. Яғни бізде сұрақтарымыз шықты. Қазақ алфавитінде неше әріп бар? 42 әріп. Дауыссыз дыбыстар. Ата, ұяң, дұрыс буынға бөлінген сөзді көрсет. Бала. Оқушыларға бұл өте қызықты болады, тапсырманы орындауға деген шабыты артады. Келесі бізде сабақ тапсырмасын жасауға арналған сайт Learning App сайты. Бұл сайтқа кіру үшін браузердің іздеу жолына Learning App деп жазасыздар. Learning App деп жазасыздар. Келесі бірінші тұрған сайтқа кіресіздер. Ол жерге кіргеннен кейін осы бет шығады. Егер оған тіркеліп жұмыс жасасаңыздар да болады, не болмаса тапсырманы өздеріңіз жасасаңыздар да болады. Кіремін, логинімді, жаңа құпия сөзімді жазып кіремін. Енді мына жерден жаңа тапсырма деген батырманы басамыз. Осы жерде тапсырмаларды неше түрлі әдіспен қойсаңыздар да болады. Біріктіру, құрастыру, тест сұрақтары, викториналық сұрақтар, кім миллионер болғысы келеді, пазл, кез тапсырманы, кроссворд, яғни тапсырманы әртүрлі әдіспен істесеңіздер болады. Осының арасынан қазақ тіліне сай мен мынандай мәтіндік тапсырманы аламын. Бұл тапсырманың бір артықшылығы, оқушыларға мәтінді береміз, арасынан мынандай сөздер түсіп қалады. Сол жерге өздері түсіп қалған сөздерді тауып жазу керек. Енді тапсырманы істеу үшін жаңа тапсырманы жасау батырмасын басамыз. Осы жерден мына жерге тапсырманың атын көрсетеміз. Мысалы, үшінші тапсырма деп жазайық. Тапсырма. Келесі нұсқалық жасасаңыздар да болады. Мысалы, мәтінде түсіп қалған сөздерді тап. Мәтінде түсіп қалған сөздерді тап дедік. Енді мына жерге беретін мәтіндеріңіздің тақырыбын жазсаңыздар болады. Мысалы, мен отбасы деген мәтінді алайын. Отбасы мәтін алдым. Келесі осы жерге мәтінді жазамыз. Не болмаса алдын ала сақталған мәтінді қойсаңыздар да болады. Менің отбасым мәтінді қиып алып, осы жерге қоямын. Осы жерде біз жасыруымыз керек сөздерді өшіріп тастап, сызықша, бір сызықша деп белгілеп шығамыз. Мысалы, менің отбасым, менің ең қымбат байлығым деген сөзді алайық. Байлығым деген сөзді алып, оның орнына сызықша, бір сызықша деп жазып, осы жерге байлығым дегенді қосамыз.
Біз бір-бірімізді жақсы көреміз, әрдайым көмектесіп қолдаймыз. Отбасында 5 дегенді алып тастайын. Осы жерге сызықша, 2 сызықша. Яғни 5 адам дегенді астына қосамыз. 5 адам бар. Әкем, ағам, анам, қарындасым және мен. Келесі әкем деген сөзді аламыз. Оның орнына сызықша, 3 сызықшаны қоямыз. Астына әкемді жазамыз. Келесі анам деген сөзді алайық. Анам деген сөзді алып өшіреміз. Сызықша, 4 сызықша жазамыз. Мына жаққа сызықша 4 сызықшаның жанына анам деген сөзді енгіземіз. Келесі ағамды аламыз. Ағам деген сөзді қиып аламыз. Сызықша, 5 сызықша. Келесі элементке ағамды енгіземіз. Келесі қарындасымды алайық. Қарындасым деген сөзді қиып алып өшіреміз. Бұл енді бізде 60 сөз, сызықша 6 сызықшаны жазамыз. Сызықша 6 сызықшаның жанына қарындасым деген сөзді қоямыз. Енді осылай өздерін жасыратын сөздердің барлығына жазып біткеннен кейін, егер оқушы тапсырмам бітсе, мына жерге кері байланыс шығады. Жарайсың. Жарайсың. Өте дұрыс деп жазсаңыздар да болады. Біткеннен кейін мына жерде біту батырмасын басып тапсырманы тексерсек болады. Мінекей, мәтінде түсіп қалған сөздерді тап дейді. Біздің мәтін отбасы деген мәтін. Менің отбасым, менің ең қымбат. Мына жерде сөздерді өзі жазады. Мысалы, байлығым. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз, әрдайым көмектесіп қолдаймыз. Отбасымда қанша адам бар? Мына жерден санайды. Әкем, анам, ағам, қарындасым, мен. Яғни 5 адам бар. 5 деп жазамыз. Біздің үйдің тірегі ол кім? Әкем. Үйдің жүрегі кім? Анам. Менен үлкен адам ол ағам. Ал үйдің ең кішісі қарындасым. Мінекей, оқушы осылай тапсырманы орындап біткеннен кейін тексеру түймесін басады. Осы жерде егер дұрыс белгілеген болса жасыл түс, қате белгілеген болса қызыл түс шығады. Осылай learning up сайтын әртүрлі тапсырмалар орындау үшін қолдансаңыздар болады. Яғни тапсырманы беруге өте ыңғайлы әрі оңай түсінікті сайттардың бірі де бірегейі. Келесі бізде кері байланыс жасауға арналған сайт Genzy сайты. Genzy сайтына кіру үшін браузердің іздеу жолына Genzy деп жазасыздар. Бірінші тұрған сайттың үстін басасыздар. Деген батырманы басамыз. Батырмасын басқаннан кейін осы бет ашылады. Біз енді артқы фонды таңдап аламыз. Артқы фонды таңдау үшін Art Media деген батырманы басамыз. Осы жерге background деп жазамыз. Яғни background дегеніміз артқы фон деген сөз. Backgroundты басқаннан кейін бізге осындай артқы фондарды шығарып береді. Осының ішінен өздеріңізге ұнаған, қалаған фондарыңызды алып аласыздар. Мына фонды алайық. Бірінші тұрған фон. Осы фонды алғаннан кейін бұны үлкейтсеңіздер, кішірейтсеңіздер болады. Енді бізде келесі кері байланысқа қажетті құралдар қажет. Tools батырмасын басып, осы жерден өздеріңізге қалаған кері байланысқа арналған құралдарды алсаңыздар болады. Осы жақта қаншама түрлері бар. Осының ішінен бірінші тұрған бағдаршамды алып алайық. Осыны алғаннан кейін мен мысалы 3 оқушылық жасап көрсетейін. Осы жерде 3 нүктені бассақ, копировать деген сөз шығады. Сол арқылы бағдаршамның санын көбейте аласыздар оқушыларыңызға байланысты. Менікі 3 оқушыға жасадым. Осы жерде размерін кішірейтіп, қалаған оқушыларыңызға жасасаңыздар болады. Енді астына оқушылардың атын енгізейік. Мысалы, Айдана. Айдана. Неке. Айдананы алып, осы жерге қойсаңыздар болады.
размерін үлкейтсеңіздер болады. Осыны да копировать етіп алып, ішіне өзгерте бересіздер. Расул. Келесі тағы копировать етіп алып, тағы бір оқушы. Диана деп жазайық. Осыны ары қарай үлкен экранға шығарып, оқушыларыңызды тақтаға шығартып белгілей бересіздер. Мысалы, Айданаша, маған сабақ түсінікті болды. Расул, мен түсінбеген жерлерім бар. Диана, мысалы, түсініксіз болды. Дәл осылай оқушыларыңыз белгілеп шығады. Бұл кері байланыс өте ұтымды. Осы сайтты пайдалану арқылы қызықты кері байланыс жасасаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Егер маған жеке сұрақтарыңыз болса, менің почтам арқылы өтіп, жеке хат алмасаңыздар болады. Не болмаса YouTube каналыма кіріп, басқа да қызықты видеоларды, пайдалы видеоларды тамашаласаңыздар болады.